Мен Шайхметова Қарлаш Жұмағалиқызы, номер 17 жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Сандық білім беру ресурстарын сабақта қолдану атты челленджге қатысып отырмын. Ақпараттық технологиялардың дамуына, қазіргі замандағы еңбек нарығының талаптарының өзгеруіне байланысты бүгінгі күні білім беру кеңістігінде цифрлық технологияларды қолдану мәселесі өзекті болып отыр. Сондықтан да мұғалім өзінің әрбір сабағында осы әртүрлі цифрлы технологияларды тиімді қолдану қажет деп есептеймін. Сандық білім берудің басты мақсаты әр оқушыға оның қызығушылықтары мен бейімділіктеріне сәйкес сапалы білім беру, оқушыларды дамыту және тәрбиелеу. Білім беру процесінде олардың белсенді позициясын қалыптастыру, оқушылардың заманауи ойлау танымдық қабілеттерін қалыптастыру. Мен өз сабақтарымда Learning Apps, QR код, Kahoot, WordWall, Padlet, Flipit платформаларын тиімді қолданамын. Сабақтың тақырыбын болжау, сұрақ-жауап, сәйкестендіру, ақпаратты жүйелеп орналастыру кезінде Learning Apps, WordWall, Flipit білім беру платформалары өте тиімді. Ал мәтін мен жұмыс, шығармаларға сатылай кешенді талдау, кейіпкерге мінездеме беру, тапсырмалары кезінде QR код әдісі, Tarsia, Multiage платформалары өте тиімді болып саналады. Сандық білім беру ресурстарын сабақта қолдану атты челленджді әріптесім қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Калиева Жанат Бегайдаровнаға жолдаймын.